Бәрі сіздердің арқаларыңыз, қазағым. 500 000 қаралым болды. Және де барлығыңыз қолдап Магнум жабылсын, Магнумға бойкот деп жатсыздар. Ал енді қазіргі таңда бір қызықты айтайын. Қазіргі таңда тыпыршып қалған Магнум басшылары 50% жеңілдік жасап жатыр. Қазағым, бұндайға алданбаңыздар, бармаңыздар. Бұлар енді жабылмастың амалын жасап жатыр. Бойкот дедік пе, соңына дейін бойкот. Магнумнан сауда жасамаймыз. Басқа жерлерде сауда жасайтын орталықтар өте көп. Және де бір тағы айта кетерлік, бұл қазақ тілін кемсіту Магнумға жат емес екен. Маған кеше салған видеодан кейін бүгін бір видео келді. Осыдан бір жыл бұрын қазақ тілін менсінбейтін, қазақ тілін кемсітетін, тіпті ішінде қызмет ететін жұмысшылардың өзін орыс тілді екен. Қазақша сөйлесе, қазақ тілін ешкім білмейді екен. Және де қазақша сөйлеуге мен міндетті емеспін дейді екен. Бұл сонда Магнумның бізді басынып жүргеніне біршама уақыт болды деген сөз. Жарайды, шыданның да шегі бар. Қазағым, бойкотты ары қарай жалғастырамыз. Қазақ елін менсінбейтін, қазақ тілін қорлайтын сауда орындары бізге керек емес. Үш адамнан сұрадым да, жұмысшыларымыздан. Ешқайсысы қазақша білмейді. Мен маған алмақ қышқылы керек десем, біреу сейчас дейді, жоқ болып кетті. Екіншісі деді, бұл немене мен түсінбей тұрмын. Содан мен қазақша сөйлесем, орысша білмесем, мен аш қалам ба? Вы можете только снимать можете только бейджик сотрудника и выставлять мое лицо без разрешения, вы не имеете права снимать. Міне біреусі, міне мына қыз тұр. Қазақшаны білу міндетті емес. Білмейді бұл. Как это міндетті Біз емес? оған заставлять етпейміз ғой, қазақша үйренеді. Жұмыста жүр, міндетті емес болғанда. Міндетті емес. Біз мен лично міндетті алмаймыз. 24-ші бапты білесіз бе? Тұтынушылар заңы